Дүниеде екі ана бар. Біріншісі табиғат тіршілік ана, екіншісі адамның анасы. Осы екі анаға біз қаталдық көрсетпеуіміз керек. Оларды жанын жаралауға болмайды. Бірақ біз оны есімізге сақтап жүреміз бе? Соңғы кезде қоршаған ортаның ластануы бойынша көкейкесті мәселеге айналып отыр. Қызылыйым ауылы, Ақмола облысы, Біржансал ауданы Жөкей көлінің жағалауында орналасқан. 2019 жылы халық саны бойынша 220 адам тұрады. Ауылда негізгі мектепте 30 оқушы оқып, 14 мұғалім жұмыс істейді. Мен өз ауылымның табиғатын мақтан тұтамын. Біз достарымыз бен жан-жануарларға, өсімдіктерге әрдайым қорғап жүреміз. Біздің мақсатымыз мектепті гүлдендіру. Мектеп гүлденсе, ауыл гүлденеді, ал ауыл гүлденсе, бар Қазақстан гүлденеді деп ойлаймын. Мұғалімдер мен оқушылар жылда көктемде табиғатқа экологиялық жауап жасайды. Бұлақ көздерін, орман үшін, ауыл сыртын тазалаумен айналысады. Балалар, мынау құмыртқаның илеуі көрдіңіздер ме? Қазір күзгі уақытында барлық құмыртқалар өздерінің жылы төмен қарай түсіп ортасына кеткен. Сондықтан мынау илеуін бұзып тастамау үшін жаңа орманшылар илеуді қорғап қойған. Егер біз оны қазір құмыртқалар осылай қорғап сақтайтын болсақ, ертең олар көктемде жылуға шығады да, мынау құрт құмыртқалар өздерін жанданып, тіршіліктерін ары қарай жалғастыра береді. Адамдар бұрыннан бері табиғатпен тығыз байланысты. Олар табиғатқа зиянын да пайдасын да тигізеді. Олар табиғатқа ағаштарды баптап, өсіріп, оны күтеді. Сондықтан да табиғатты әрқашанда аялап, оны күтіп баптап жүру керек. Адамның ойланбай жасаған әрекеттерінің салдарынан өмір сүруге қажетті нәрсенің бәрі ластануда. Біз өмірге қажеттінің бәрін табиғат анадан алады екенбіз. Бұны ата-бабаларымыз ертеден ақ біліп айтқан.